Амандасу пайғамбардың сүннеті, сәлемдесу әр адамның міндеті. Басым дейіп сәлем бердім баршаңа, өйткені ол адамдардың бір-біріне құрметі. Бейбітті әлемге бер, елге береке бер, өмірді ана мен балаға бер, әкеге қасиет бер, сананы қызға бер, жігітке намыс бер, денсаулықты балаға бер, ата-анаға қадір бер, мейірімді үлкенге бер, кішіге сыйды бер, ұятты әйелге бер, еркекке сабыр бер. Басыңда байлық болмаса, достарда болмас қасыңда, басыңда билік болмаса, адамда қалмас расында, мансабың болса атағың, көбейер амал достарың, басыңа түссе қиындық, қалар тек адал достарың. Бақытың мен, бақытым деп біл мені білсең бақытыңды білгенің, ал мен үшін ең бақытты күндерім, балам саған бақыт іздеп жүргенім. Әкең болған кезде әрдайым баратын үйің болады, ыстық наның, арқа сүйер тауың болады. Қайдан естігенім есімде жоқ, бірақ әкесі бар кезде адам бала болып қалады деген еді. Ол кеткенде ғана есейеді. Мен есейгім келмейді. Дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақ тайса ерге дәулет құралмаған. Күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Бас-басына би болған өңкей қиқым, мінеки бұзған жоқ па елдің сыйқын. Атың жақсы болса ер жігіттің пырағы, балаң жақсы болса жан мен тәннің шырағы, қызың жақсы болса жайқалып өскен құрағы, әйелің жақсы болса бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Әкеңнің басы иілмейтіндей, анаңның жасы төгілмейтіндей өмір сүр. Ұл намысты болса, әкесінің маңдайы терлемейді, қыз намысты болса, анасының орамалы кірлемейді. Үлкен кіші адамнан иба кетті, қыз бозбала жастардан әдеп кетті, мінез құлық бұзатын әдет жетті. Бұл не деген заман болды достар? Халықтан мейірім кетті, момынға телі тентек тақымы өтті. Тал түсте талапайда ақым кетті. Бұл не деген заман болды достар? Жамағаттың жақсыға құрметі жоқ, кішілердің үлкенге ізеті жоқ, патшалардың әділдік міндеті жоқ. Бұл не деген заман болды достар? Тарих әркімді өз орнына қояды. Оған бір ғана дәлел Мұқағали Мақатаев, Мұқағалидай ойшыл, суреткер, ақын сирек кездеседі. Оны бір кезінде ең болмаса қатардағы ақын ретінде құрметтей алмадық. Ол мені құрметтемедің деп ешкімге айтысқан тартысқан жоқ. Өзінің пәктігімен, нәзіктігімен, өзінің мақсатына деген сенімділігімен қазір тірі жүргендерден 1000 есе биік тұр. Қазақ қолда барда алтынның қадір жоқ дейді. Неге? Себебі әр нәрсе салыстыру арқылы бағаланады. Меніңше, өмір сүрген қоғамына олжа салған адам еш уақытта ұмытылмайды. Ол тірі кезінде ұмытылуы мүмкін. Уақыт өте келе оны басқалармен салыстыру заманы келеді. Сол кезде сары алтындай жарқырап, жұртты қуанышқа бөлейді. Екі нәрсе адамда мәңгі тұрмайды, жастығы мен күш қуаты. Екі нәрсе әрбір адамға пайда береді, көркем мінез бен кешірімділік. Екі нәрсе адамның қадірін көтереді, кішіпейілділік пен және адамдарға көмек. Екі нәрсе бәлені қайтарады, садақа және туыстық қатынас. Кісіге етпе жаманды, қайтып келер өзіңе, аспанға қарай оқ атсаң, қайта тиер өзіңе. Құдығыңа түкірме, су ішесін көзінен,
Төмен жанды кемсітпе, не боларын білмейсің, іс түскенде басыңа, зар боласың сөзіңе. Саусақ бірікпей ине ілікпейді. Ынтымақсыз елді ұрысы билейді, ынтымақты елді дұрысы билейді. Қырық кісі бір жақ, қаңыр кісі бір жақ. Тоқтығында жараспаған, аштығында қараспайды. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Бір Аллаға сыйынған адам өлмес, Құдайсыз қу қолынан істе келмес. Белін бекем буғанның белі талмас, ел бұзса да адалдық өзгерілмес. Сабырға жетер дос жоқ, ынтымаққа жетер күш жоқ, тыныштыққа жетер бақыт жоқ, денсаулыққа жетер байлық жоқ. Жақсы болса ағайын, көңіліңді шат қылар, жаман болса ағайын, өзін өзі жат қылар. Өмір жайлы сұрай берме сен менен, өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, қан майданнан жалғыз ұлы келмеген. Жесір келін, бір нәресте көрмеген, жетім шалды бала орнына тербеген. Өмір жайлы не түсінем мен деген, өмір жайлы сұрай берме сен менен, өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, өміріне кегі кеткен өлмеген. Жалған айып, таңылғанда көлден ең, ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді, нені көрді, нені сезді, не білді. Неге ақылды ақмақтан жеңілді, біреу жылап біреу неге көңілді. Содан сұра өмірді.